Саламатсыздар ма әріптестер? Бүгін сіздермен бірге күнделік кезекте табель шығаратын боламыз. Мектеп деген бөлімді таңдаймыз. Есептер, үлгерім, оқушылар деген бөлімге өтеміз. Өзімізге қажетті сыныпты таңдап аламыз. Барлық кезеңдер бойынша және қажетті оқушыны таңдаймыз. Есептер құрастыру және басып шығару деген бөлімді таңдаймыз. Одан кейін табель номерін жазатын боламыз. Табель номері менде 12. Таңдау бойынша пәндер дегенге мен алдын ала жазып дайындап қойғанмын. Соны көшіріп аламын. Тәртібі деген жерге әр 90-ға үлгілі деп жазып шығамын. Және педагогикалық кеңестің шешімі деген жерге мен алдын ала жазып дайындап қойғанмын. Соны көшіріп аламын. Егер мақтау қағазымен болса, мақтау қағазымен дегенді қосасыздар. Міндетті түрде. Енді басып шығару дегенге жіберемін. Мінекей менің табелім дайын. Номерді таңдап печатьқа жіберемін. Мінекей былай шықты. Дәл осы табелді, дәл осы күйі саламын. Әрине бұл менің принтерімде. Қайтадан печать деп жазып, қажетті бөлімдерді бетті таңдап, печатьқа жіберемін. Мінекей табель дайын. Бұлай. Оң болып шықты. Назарларыңызға рахмет.